Сәлем достар, бүгін сіздермен аңсаған. Бүгін бізде өте дәмді кекстің түрі. Керекті заттардың барлығын описанияда қалдырамын, өлшемін сол жақтан алсаңыз болады. Ең алдымен жұмыртқа мен қантты жақсылап араластырып аламыз. Егер миксеріңіз болмаса, қант ерігенге дейін араластырсаңыз болады. Жақсылап араластырамыз. Қант міне ерігеннен кейін келесі кезекте сұйық майымызды қосамыз. Сұйық майды да бір келкі қылып араластырып, барлығы бір-бірімен үйлесуі керек. Егер майды жақсылап араластырмасаңыз, әр жерінде қалып кететін болса, көтерілмей қалуы мүмкін. Келесі кезекте айранды құямыз. Айранды да жақсылап бір қалыпты қылып араластырамыз. Барлығы бір-бірімен алмасуы керек, араласуы керек. Келесі кезекте құрғақ заттарымызды бір-бірімен араластырып аламыз. Ұнымызға разрыхителді қосып, араластырып, қопсытып аламыз. Кішкене ғана тұз қосамыз. Аздап қана қосасыздар. Барлығын қопсытып, араластырып, және жаңағы сұйықтығымызға барлығын қосып араластырамыз. Барлығын бірден сала салмаңыздар, бөліп салып отырып араластыру керек. Барлығын бірден салсаңыз, көтерілуі қиындау болады. 3-4-ке бөліп араластырып саламыз. Барлығын жақсылап араластырдық. Ендігі кезекте формочкаға құямыз. Қасығыңыз кішірек болатын болса, 2 қасықтан құйсаңыз болады. Мен бір-бірден құйып шықтым. Егер пешіңіз әсел пеш болатын болса, 200 градуста пісіріңіз, және 30 минутта. Егер де пешіңіз жақсы пеш болатын болса, онда 170 градусқа пісірсеңіз болады. Мінекей, әп-әдемі болып пісіп шықты. Піскенін зубочисткамен тексеріп аламыз. Зубочисткамыз құрғақ болып шығу керек. Астарыңыз дәмді болсын, жасап көріңіздер. Астына комментарий қалдырыңыз, және подписаться етіліп, лайк басып кетіңіз. Әлі де қызықты видеолар менен жақсы рецепттер болады.